Илон Масктан сіз тікұшақты қалай жасап шығардыңыз дегенде, ол мен кітап оқимын деп жауап берген екен. Сол сияқты әлемдік деңгейдегі үлкен корпорациялардың топ менеджерлері жылына кем дегенде 50 кітап оқиды екен. Кітап адамзат ақыл ойының қазынасы, болашақтың кілті. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін ерекше түсірілім болғалы отыр. Олай дейтін себебім, кеше ғана өткен Редикс жобасының ең жас әрі ең үздік спикерлер қатарынан танылған 6 А сынып оқушысы Бекен Темірлан бүгін біздің студиямызда қонақта. Қош келдің, Темірлан. Саған қояр сұрағым, кітапқа деген қызығушылық ең алғаш рет қалай пайда болды? Сәлеметсіз, Салтанат апай. Менің кітапқа деген қызығушылығым алғаш рет менің әкем Абайды қара сөздерін әкелді. Мен соларды оқи отырып, күннен күнге кітапқа деген қызығушылығым пайда болды. Сол арқылы бізде кітап аралық жарыс өткендіктен мен кітапханаға барып, әртүрлі қазақ әдебиетіндегі және әлем әдебиетіндегі кітаптарды оқыдым. Осылай менің кітапқа деген қызығушылығым күшейе берді. Керемет. Атап өтсең, мысалға, қандай кітаптарды оқыдың, немесе қанша кітап оқыдың осы уақытқа дейін? Мен 2024-2025 жылдар аралығында 44 кітап оқыдым. 44 кітаптың ішіндегі ең сүйікті кітаптардың бірі Криштиану Роналдудың Тағдыр жолы, ауылдан шыққан миллионер. Осы екі кітап мен үшін өте ерекше орын қалдырды деген ойдамын. Криштиану Роналду демекші, кеше ғана жобамызда қорғаған тақырып осы Криштиану Роналду туралы кітап болатын. Сол туралы айтып өтсең, ол кітап сені несімен қызықтырды, қандай құндылықтармен ұнады саған? Бұл кітап біріншіден мен футбол жанкүйері болғандықтан, және екіншіден Криштиану Роналду мені футболда кумирім болғандықтан да оқыдым. Себебі Криштиану Роналдудың өмір жолы басқа футболшыларға қарағанда тым ауыр еді. Криштиану Роналдудың балалық шағы, армандары және кітапта мотивация жетістіктері берілген. Соның ішінде бұл адамға керек футбол жанкүйерлеріне де және адами түрде де барлық адамдарға керек деген ойдамын. Себебі ол өте кішкентай кедей отбасыдан шыққан әкесі, бірақ та әкесі оны футболға баулыды, ал анасы болса оған жұмыс істеп алғашқы футбол аяқ киімін алып берді. Осының арқасында Криштиану Роналду Лиссабонға жол тарту жолы осыдан басталады. Осы Криштиану Роналдудың жеке қасиеттерінің ішінде қандай қасиеттері саған ерекше болды? Криштиану Роналдудың қасиеттеріне келетін болсақ, Криштиану Роналду ешқашан берілмейді, және әкесі оған шарт қойған, егер сен жаттығуда қалатын болсаң, саған қатан жазаға түсесің деген. Сол үшін ол ешқашан жаттығуларда қалмайды, және отбасыға көп көңіл бөледі. Тым ауыр кезеңдерге түссе де ешқашан берілмейтін адам. Бұл кітап саған не берді? Бұл кітаптың ең басты маңыздылығы автор бізге мотивация және кітапқа деген қызығушылықты да бере алады. Автор ең алғашқы Криштиану Роналдудың мотивациясына келетін болса, Криштиану Роналду әкесі ерте қайтыс болған соң, ол бұнымен тоқтап қалмады. Ал соның орнында басқа адам болса, бұл ісін мәңгілікке жауып кетер ме еді деген ойдамын. Осы футболды тастамаған арқасында қазірде ең үздік футболшылардың бірі. Сондықтан да Криштиану Роналдудан автор мотивация алғанын көрсетті. Бұл әлемге әйгілі футболшы. Бұл кітапты сен қайдан алдың, саған кім ұсынды бұл кітапты? Бұл кітапты маған ағам ұсынды. Себебі ағам екеуміз үнемі футбол жанкүйері болып жүреміз. Осы арқылы ағам маған Криштиану Роналдудың кітабы шыққанын айтты. Ол 2024 жылда еді. Сол кезде мен оны алғаш рет электронды түрде оқыдым. Қалай ойлайсың, кітаптарды көбінесе электронды нұсқада оқыған дұрыс па, жоқ
кітаптың өзін қолға алып оқыған дұрыс деп санайсың ба? Әрине электронды кітаптың көбі дұрыс емес деп ойлайды. Менің де ойым осы. Себебі кітапты қолда алып оқығанға не жетсін. Кітаптың иісі де және өзі де бөлек деген ойдамын. Тамаша, жаңа айтып қалдың, маған ағам ұсынды дедің, иә? Осы кітапты оқыған әсерлеріңмен, кітаптан түйген ойыңмен сен өз достарыңмен бөлісіп отырасың ба? Оларға оқуға ұсынасың ба осындай кітаптарды? Әрине, менің сыныбымда футболды жанкүйерлері бар. Сондықтан да бұл кітапты ұсына аламын. Себебі бұл сыныптағы ұлдарға немесе қыздарға жаңа айта кеткендей өз мотивациясын және кітапқа деген қызығушылығын ашады. Жақсы. Яғни достарыңмен бөлісіп отырасың, иә? Қазіргі таңда әлеуметтік желі белең алып отыр ғой. Әлеуметтік желілерде жаңағы кітап құмарлар клубтары ашылып, түрлі жаңа кітап жарыстар ұйымдастырылып тұрады. Осы сайыстар мен әлеуметтік желідегі қалай дұрыс деп санайсың ба? Керек пе біздің қоғамға, жастарға осындай сайыстар? Әрине, біздің қоғамға бұндай сайыстар керек деген ойдамын. Себебі олар жан-жақтан кітап құмарлар жиналып, өздері бөлек сайысқа түседі. Осы арқылы бір-бірімен тәжірибе алмасады деп ойлаймын. Яғни қолдайсың, иә? Өзің осындай сайыстарға әлеуметтік желіде қатысып көргенсің бе? Әлеуметтік жерде қатысып көрмесем де, бірақ басқа да адамдармен тәжірибе алмасып, кітап сайысына түсемін. Жақсы. Жалпы кітап оқу адамға қандай пайда береді? Кітап оқу адамға ең алғашқы сөздік қорын көбейтеді және ой санасын ашады, және әрбір кітап оқыған сайын оны оқығы келіп жүрегі соған тартып тұрады. Сондықтан да осы арқылы біз кітап құмар бола аламыз және бұл біздің елімізге өз септігін тигізеді. Жақсы. Жаңа Криштиану Роналдудың өмірі туралы айттың ғой, енді басқа қандай кітаптарды оқыдың? Тарихи кітаптар ма? Басқа қандай кітаптар туралы айта аласың? Мен қазақ әдебиетінен Ауылдан шыққан миллионер кітабын айтқым келеді. Ауылдан шыққан миллионер автор айтып тұрғандай, ол кішкентай ғана ауылдан шығады және оның өмірі қиын болады, оның әкелері тастап кетеді. Осы арқылы анасы мен баласы жетім қалып қояды. Содан соң баласы өсе келе өз анасын керемет орындарға көрсетіп миллионер болады. Жақсы, тамаша. Әрбір оқыған шығармаңнан сен өзіңе бір құнды дүние алып отырасың, иә? Осы кітап адамның мәдениетін қалыптастырады, адамның ой санасын бір жүйеге түсіреді дегенмен келісесің бе? Әрине келісемін, себебі кітап адамдарды жақсы нәрсеге үйретеді және кітап арқылы біз ой санамызды дамыта аламыз. Букток, әлеуметтік желі, қазіргі трендте жүрген сөздер ғой. Букток, букстаграм мәдениеттер туралы не айтар едің? Бұл мәдениеттерге келетін болсақ, ағылшынша бук сөзі кітап, яғни кітап клубтары деген сөз. Әлеуметтік желіде бұндай желілер аз болғанымен, бірақ өте пайдалы. Қазір трендте жүрген әлеуметтік желідегі трендтегі видео, фотолар, ол букток, букстаграм адамның қызығушылығын шақырады деп ойлайсың ба? Кітап оқуға деген қызығушылықты арттыра ма? Бұл кітап оқуға деген қызығушылықты арттыруы да мүмкін, арттырмауы да. Себебі біз желі арқылы кітаптан кәдімгі кітап секілді махаббатты ала алмаймыз. Ал жақсы жерде келетін болсақ, бұл жерде өзіңді қалаған кітабыңды көре аласың және оқи аласың. Яғни сол сурет видеолар қызығушылықты арттыру мүмкін, адам. Жақсы. Енді алдағы уақытта қандай кітаптарды оқимын деп жоспарлап жүрсің өзің? Қандай жанрда, қандай тақырыптарда? Алдағы уақытта мен өсе келе
абай жолын оқимын деген ойдамын. Мгм. Себебі абай әрбір адамға, әрбір қазақ еліне және әрбір әлемге өзінің орнын қалдырып кеткен, Философиясымен, орнын қалдырып кеткен және атын алтын әріппен жазып кеткен. Осы кітапты оқи отырып мен абайды танимын деген ойдамын. Мұхтар әуезовтің абай жолы роман эпопеясын оқуды жоспарлап отырсың, иә? Тамаша, өте тамаша. Ал енді біздің оқырмандарымызға қандай кітап оқуды ұсынар едің? Мен оқырмандарға көбінесе қазақ әдебиетіндегі кітаптарды ұсынар едім. Себебі қазақ әдебиетіндегі кітаптар бізге біздің ойымызды кеңейтеді және сөздік қорымызды одан сайын күшейтеді. Біздің елімізде қазақша білмейтіндер көп. Осы арқылы біз қазақ тілін өте жақсы меңгереміз. Тамаша. Қазақ тілі мәдениетін, қазақ тілін, әдебиетін, иә, қолдауды, яғни сол қолдауды ұсынасың, иә, жақсы, тамаша. Бүгін өте қызықты әрі пайдалы сұхбат болды деп ойлаймын. Саған көптен көп рахмет, Темірлан. Біздің жобамыз, подкастымыз ары қарай өзінің жалғасын таба береді. Рахмет, Салтанат апай. Біздің сұхбатымыз өте қызық болды және маған ұнады. Саналы қоғам оқитын қоғам, ал оқитын адам өзгереді, ешқашан өшпейді. Сол себепті де мен сіздерге кітапты ал да болашаққа бір қадам жаса дегім келеді. Сөз киелі, кітап мәңгілік. Келесі кездескенше.